Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Біз сіздермен бүгін тігін өндірісінің технологиясы пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабаққа барлығыңыз қатысып отырғандарыңызды көріп отырмын. Жарайсыздар. Ал енді сабаққа деген көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ал енді сабаққа көңіл күйіміз жақсы болса, бүгінгі сабағымызға әлеуметтік серіктесіміз Алтын жұлдыз тігін өнеркәсібінің технологы Гаухар Меңліхан қызы қонақ ретінде қатысып отыр. Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабағымызға сәттілік. Сабағымыздың тақырыбы жапырақшалы тілме қалтаны өңдеу. Сабақтың мақсаты жапырақшалы тілме қалтаны технологиялық бір жүйелікке сәйкес өңдеу кезеңдерін, өңдеу әдістерін, өңдеу ерекшеліктерін көрсету, өңдеудің технологиялық бір жүйелігін құруды түсіндіру. Сабақта күтілетін нәтижелер. Бірінші, техникалық шарттарға сәйкес технологиялық бір жүйелік бойынша жапырақшалы тілме қалтаны өңдеу әдістерін үйрену. Екінші, қалта бөлшектерінің өлшемдерін дұрыс қию, қалта бөлшектерін дұрыс ажырату. Үшінші, қалта бөлшектерін матада негізгі жіп бағытының орналасуы бойынша орналастырып, жайма жасау. Дескриптор. Бірінші, тігістерді техникалық шарттарға сәйкес орындау 2 балл. Екінші, жапырақшалы қалтаның ылғалды жылулық өңдеуін сапалы орындау 1 балл. Үшінші, жапырақшалы қалтаның технологиялық бір жүйелік кестесімен жұмыс, операцияларды дұрыс ретімен қойып, сәйкестендіру 1 балл. Төртінші, жапырақшалы қалтаны өңдеуде болатын ақаулар түрлерін сипаттап жазу 1 балл. Біз қыздар өткенде үйге тапсырмаға қақпақшалы жарма қалтаны өңдеудің технологиялық картасын және соның өңдеу сызбасын бергенмін. Бүгін енді үй тапсырмасын орындауларыңды тексеру үшін кім жылдам әдісі бойынша мына үй тапсырмасын суреттерге қарай отырып, бірнеше сұрақтар қойып сұраймын. Бірінші, мына суретте қалта түрлері берілген, соны сипаттап беру керек. Қандай қалта екенін оған Аяжан жауап берсін. Аяжан? Бұл суретте бірінші қалта жапырақшалы қалта, ал екіншісі тігістегі қалта немесе бүйірлік қалта. Ал үшіншісі қақпақшалы қалта, ал төртіншісі жапсырмалы қалта. Дұрыс, жауабың дұрыс. Аяжанға 1 балл. Екінші сұрағымыз, мына жерде сөз жұмбақ берілген. Сөз жұмбақты құрастыру үшін мына алдымен сұрақтарға жауап беріп отырып, біз толтырамыз. Бірінші, табиғи сызықша қалдырылған орнына атын айтасыңдар. Пальто, күртеш, шалбар, кейде көйлек тігуде, сондай-ақ әрлеуде сырт киімді материал ретінде пайдаланады. Дина? Тері. Дұрыс. Екінші, бұйым тіккенде қандай жіп қолданылады? Рахима? Ибек. Дұрыс. Үшінші, швея сөзінің қазақша аудармасы? Нұрай? Тігінші, дұрыс. Төртінші, қабыршықты және қабықты қабаттардан тұратын жіңішке талшық? Асия? Түбір. Дұрыс. Бесінші, желімдік мата? Нұрсұлу? Дублерин. Дұрыс. Алтыншы, селдір тор көзді өрнекті бұйымдар? Аяжан? Дұрыс. Жетінші, смушка тектес қойдың 2-4 күндік қозысының терісі? Лала? Елтері. Елтері, дұрыс. Келесі сұрағымыз, қақпақшалы жарма қалтаның пішім бөлшектері. Пішім бөлшектері, оны Нұрай айтсын бізге. Нұрай? Қақпақшалы жарма қалтаның пішім бөлшектері. Нұрай? Біріншісі қақпақша, Дұрыс. екіншісі қақпақша астында, Дұрыс. үшіншісі көмкермелі әдіп,
Төртіншісі көмкермелі әдіп астары. Дұрыс. Бесіншісі бойлық. Және ең соңғысы қап. Астыңғы және үстіңгі қаптар. Дұрыс. Нұрайға 1 балл. Келесі сұрағымыз. Мына сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Тігістер орындалуына байланысты қандай түрге бөлінеді? Рахима? Қол тігісі және машиналық тігіс. Қол тігісіне көктеу тігіс жатады. Машиналық қақпақшалы қалтаны өңдеуде машиналық тігістен жүрмеу тігісі және бастыра тігу, торлау тігістері қолданылады. Дұрыс, 1 балл. Екінші, қақпақшалы жарма қалтаны өңдеу үшін қандай бөлшектер қажет? Лала? Мөлдір? Қақпақшаның астары, көмкермелі әдіп астары, бойлық және қап, астыңғы үстіңгі қап. Жарайсың, жақсы жауап берді. 1 балл саған. Қалтаның орнын неше сызықпен белгілейді? Сызықтарды ата. Оған жауап береді Аяжан. Аяжан. Кім айтады? Кім? Дина. Айтшы, қалтаның орнын неше сызықпен белгілейді? Сызықтарды ата. Қалтаның орнын 3 сызықпен белгілейді, 1 тіке және 2 кесе көлденең сызықпен белгілейді. Дұрыс. 4-ші, жарма қалталардың қандай түрлерін білесің? Лала айтшы. Қалтаның жапсырма, жарма қалта, төс қалта, омырау қалта, ішкі қалта және тағы басқа түрлері бар. Жарма қалталардың түрлері бар, бірақ жапсырмалы қалта жатпайды. 5-ші, қаптарды қосу тігіндісінің ені қанша? Асия? Қосу тігісінің ені қанша? 1 сантиметр. Дұрыс, 1 сантиметр. 6-шы сұрақ, жарма қалтаның аузын қалай тігеді? Лала айтшы, қандай тігеді? Жарма қалтаның аузы әртүрлі формада әдеттеліп, не қақпақ, сыналып, не әшекейленіп тігіледі. Дұрыс, молодец, жарайсың. Келесі, міне енді қақпақшалы жарма қалтаны өңдеудің технологиялық бір жүйелігін үйде құрғансыңдар, картасын жасадыңдар, өңдеу сызбасын жасадыңдар. Мен мына жерде орындалатын операциялардың бәрінің орнын өзгерттім. Соның дұрыстығын сендер табуларың керек. Оған кім жауап береді? Асия, сен жауап берші. Асия? Бірінші, қақпақшаға желімдік мата жапсыру. Дұрыс па? Дұрыс. 2-ші, негізгі бөлшекте қалта орнын борлау. Дұрыс па? Бұл дұрыс емес. Бұның орнына қақпақшаларды айналдырып көктеу операциясы болады. Дұрыс. 3-ші, қақпақшаларды жөрмеп тігу. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. 4-ші, қақпақшадағы көктеу жібін сөгу. Дұрыс. 5-ші, қақпақшаның бұрышын қиып, оң бетіне аударып, айналдыра көктеу. Бұл операцияда дұрыс. Дұрыс. 7-ші, көмкермелі әдіптің астыңғы қиығын торлау. Дұрыс па? Дұрыс емес. Бұл жерде негізгі бөлшекте қалта орнын борлау болады. Дұрыс. Келесі, қалта бойлығын жапсыру. Дұрыс. Дұрыс. 9-ші, көмкермелі әдіпке желімді мата жапсыру. Дұрыс. Дұрыс. Енді бір операциямыз қалып қалды, ол қайсысы еді? Бұл көмкермелі әдіптің астыңғы қиығын торлау. Молодец, жарайсың Асия, 2 балл қоямын. Өткен технологиялық картаның бәрін тізбектеп айтып берді. Енді қыздар, бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыз жапырақшалы тілме қалтаны өңдеу. Негізгі жапырақшалы тілме қалталарды өңдеудің технологиялық процесі конструкциялық технологиялық шешіміне қарай және қолданылатын материал ерекшелігіне байланысты орындалады. Киімдегі қалтаның әр түрлілігіне байланысты оларды топтарға бөліп, өңдеу ерекшеліктеріне қарай таңдайды. Жапырақшалы жарма қалтаны өңдеу 3 кезеңнен тұрады. 1-ші, жапырақшаны өңдеу, 2-ші, қалтастарын өңдеу, 3-ші, қалтаны жинау. Енді мен сіздерге жапырақшалы қалтаның пішім бөлшектерін атаймын.
жапырақшалы қалтаның бірінші пішілген бөлшегі жапырақша. Жапырақша бір бөлшектен немесе екі бөлшектен тұруы мүмкін. Екінші көмкермелі әдіп. Көмкермелі әдіп матаның негізгі матадан алынуы мүмкін, не болмаса желімдік матадан қиылуы мүмкін. Үшінші қалта астары. Қалта астары екі бөлшектен немесе бір бөлшектен тұруы мүмкін. Қыздар негізі жапырақшалы қалта екі әдіспен өңделеді. Жапырақша ұшы ішінен тігілген немесе сыртынан жапсырылып бастырылып тігілген қалта. Бүгін мен сіздерге жапырақша ұшы ішінен тігілген қалтаның өңдеуін видеода өңдеуін көрсетемін. Өте мұқият қарап тыңдап көріңіздер. Ертең сіздерге үй тапсырмасында осы қалтаның технологиялық картасын, өңдеудің бір жүйелігінің технологиялық картасын құрасыздар және өңдеу сызбасын түсіресіздер. Ал енді видеоны түгел көрейік. Сәлеметсіздер ме білім алушылар, мен сіздерге бүгін жапырақша ұшы ішінен тігілген жармалы қалтаны өңдеуді практика жүзінде көрсетемін. Бұл жармалы қалтаны өңдеуді көрсету үшін мынадай негізгі бөлшектер керек болады. Бірінші негізгі бөлшек. Біз негізгі бөлшекке екі тік сызық, бір көлденең сызықпен қалтаның орнын белгілейміз. Оны біз қалтаның енін 2 см, ұзындығын 15 см деп алдық. Екінші жапырақша. Жапырақша ені 6 см, ұзындығы 18 см деп алдық. Үшінші көмкермелі әдіп. Көмкермелі әдіп 6 см, 18 см, ені 6 см, ұзындығы 18 см. Үстіңгі қап, оны біз 18 см-де 16 см деп алдық. Астыңғы қап 18 см-де 14 см ені деп алдық. Мынау бойлық, ол негізгі бөлшектің қалта орнына, қалтаның теріс бетіне, бұл негізгі бөлшектің теріс бетіне жапсырылатын желімді мата. Жапырақшаға арналған желімді мата және көмкермелі әдіпке арналған желімді мата. Біз енді жапырақшаны, көмкермелі әдіпті және негізгі бөлшекке бойлықты теріс бетінен қалта орнына желімдік маталарды жапсырамыз. Негізгі бөлшектің теріс бетіне біз бойлықты, желімдік матадан жасалған бойлықты жапсырдық. Мынау бізде көмкермелі әдіп. Міне жапырақшаны біз негізгі матаны, желімдік матаны жапсырып, екі бүктеп, үтіктеп даярлап қойдық. Енді біз көмкермелі әдіпті астыңғы қалтаға, қалтаның астыңғы қаптың үстіңгі бетіне жапсырып тігеміз. Жапсырып тігу үшін біз мына ұшын, шетін торлаймыз. Көмкермелі әдіпті торладық, желімдедік. Енді астыңғы қапқа қойып, торланған жерден бастырып тігіс жүргіземіз. Мынау негізгі бөлшегіміз. Негізгі бөлшектің қалтаның орнына біз теріс бетінен бойлықты желімді матамен жапсырдық. Енді міне екі сызықпен, екі тік сызықпен, бір көлденең сызықпен қалтамыздың орнына біз жапырақшаны апарып қоямыз. Қиылған жерін сызыққа тақап, екі жағынан 1,5 см қалатындай етіп жапырақшаны қоямыз. Оның үстіне үстіңгі қапты қоямыз. Қапты қойып, қаламсаппен
біз белгіленген сызығымызға сендер қыздар көктеп тіксеңдер болады. Қаптың бетіне 1 сантиметрде басталу сызығын белгілейміз. Енені нүктемізге түсіреміз, ол біздің басталу сызығымыз. Енді қаламсаппен 1 сантиметр екенін нүкте арқылы белгілеймін, бірақ көктеуге де болады қыздар. Бірнеше жерден қаламсаппен нүктемен белгілеп шығамын. Енді тігуді бастаймыз. Басталған жерден біз бекіту береміз. Қыздар, бекіту бір деңгейде біту керек. Ұқыпты тігесіңдер. Тігуді бастадық. Бітуге жақындаған кезде біз екінші сызығымызды қаптың бетіне түсіреміз. 1 сантиметр арақашықтықта тік келеміз қыздар. Міне соңғы сызық. Мен карандашпен белгіледім. Осы нүктенің үстінен тоқтаймыз. Қайтадан закрепкі береміз. Бекіту береміз қыздар. Бекітуді бердік. Бірінші сызығымызды тіктік. Екінші қыздар, жоғарғы сызығына көмкермелі әдіп тігілген қабымызды теріс бетінен қойып, беттестіріп, жапырақша тігілген сызыққа беттестіріп, жақында тестіріп, сәйкестендіріп, біздің жапырақшамыздың ені 2 сантиметр болғандықтан, біздің тігу сызығымыздың ара қашықтығы 2 сантиметр болу керек. Бірдей сызықты белгілеймін. Мен қыздар нүктемен белгіледім. Бірнеше жерден қыздар ара қашықтығын дұрыс сақтау үшін карандашпен бірнеше нүктелер қоямын. Сендер қыздар тәжірибелерің сәл аз болғандықтан сендер көктеп тігіп алсаңдар да болады. Закреп бекітуді беремін. Қыздар, бекіту өте ұқыпты, таза, бір деңгейде тігілу керек. Тігуді бастаймыз. Жақындаған кезде біз мына бірінші тіккен жапырақшаны бастырып тіккен тігісімізді сәйкестендіріп 2 сантиметр ара қашықтықта соңғы біту нүктесін қойдым. Тігісімізді тігіп біттік. Тігістің дұрыстығын тексеру үшін міне 2 тігісті тігіп бекіттік. Жапырақшамен қапты және көмкермелі әдіппен қапты. Біз бұл тігістердің ара қашықтығын дұрыстығын тексеру үшін теріс бетін аударамыз. Теріс бетін аударып, бекітулердің бір деңгейде біткенін, тігістің ара қашықтығының 2 сантиметр екендігін тексереміз.
Менікі дұрыс. Енді біз тігістердің соңына мына ортасында 1 сантиметр бұл бізде қию сызығы. Біткен тігісімізге 1,5 сантиметр жетпей бұрыштық жасаймыз. Бұрыштық жасаймыз. Тігіске 1 миллиметр жетпеу керек. Екі жағына да бұрыштық жасайсыздар. Кіру сызығын қиямыз. Бұрыштық жасайтын кезде қыздар бөлшекті, астындағы бөлшектерді қиып кетпес үшін астыңғы саусақтарымызбен итеріп тұрамыз. Бұрыштықты тігіске 1 миллиметр жеткізбей қиямыз. Қию кезінде қыздар өте ұқыпты болу керек. Астыңғы бөлшектерді қиып кетпеу керек. Міне бөлшектерді көтеріп отырып, бұрыштықты белгіленген сызық бойынша тігіске 1 миллиметр жеткізбей қиямын. Қидым. Енді бөлшектерді теріс бетіне аударамын. Бұйымның теріс бетіне барлық бөлшекті аударамын. Барлық бөлшектерді бұйымның теріс бетіне аудардым. Енді біз жапырақшаны бастырып үтіктейміз. Жапырақшаны тігу сызығымен әдіпті тігу сызығын бастырып өтіктейміз. Қыздар, біз қалтаның бұрыштығын, қиып алған бұрыштықты сәйкестендіріп отырып бекітеміз. Бірінші бұрыштығын бекіттік. Енді екінші бұрыштығын бекітеміз. Бұрыштықты бекіткен кезде жапырақшаны да тарта отырып, бұрыштықты түзу бекітеміз. Енді үтіктейміз. Бұрыштықты екі жағынан бекіттік. Енді біз оң бетінен бұрыштықтарымыздың дұрыстығын тексеріп, ендігі қапты қосып тігеміз. Қаптарды қосып тігеміз. Бір сантиметрде қаптарды қосып тігеміз. Қаптарды қосып тіктік. Дайын болған жапырақшалық қалтамызды басып үтіктейміз. Неке мынандай қалта шықты. Ішінде міне көмкермелі әдіп, қалта, теріс беті міне. Қыздар, бізде міне жапырақша ұштары, жапырақша ұшы ішінен тігілген қалтаны бітірдік өңдеуді. Мінекей қыздар, қазір біз жапырақша ұшы ішінен тігілген
қалтаның өңдеуін көрдіңдер видео арқылы. Енді жаңа сабағымызды бекітеміз. Жаңа сабақты бекіту үшін ойлан тап әдісін қолдана отырып, мына суреттерге қарап, бас әріптерінен, мына суреттердің бас әріптерінен сөз құраймыз. Мына ортада тұрған екі тор клетканы толтыруымыз керек. Бірінші Аяжан. Екіншісі Жанат, Ж әрпі. Жанат, Ж әрпі, дұрыс. Екінші Дина. Ақтүлкі А әрпі. Дұрыс, Ақтүлкі А әрпі. Үшінші Нұрсұлу. Панда, П әрпі. Дұрыс. Төртінші Асия. Ыдыс, Ы әрпі. Дұрыс. Бесінші Нұрай. Роза, Раушан, Ра әрпі. Дұрыс. Алтыншы кім? Рахима. Ақбөкен, А әрпі. Дұрыс. Жетінші Дина. Құлын, Қ әрпі. Дұрыс. Сегізінші Аяжан. Шошқа, Ш әрпі. Дұрыс. Тоғызыншы Нұрсұлу. Аққу, А әрпі. Сонда қандай сөз құрады қыздар? Жапырақша. Жапырақша, дұрыс. Енді астыңғы аңдарға сөз, бас әрпіне сөз құраймыз. Бірінші тұрған қандай аң? Нұрай. Құндыз, Қ әрпі. Дұрыс. Екінші Рахима. Ақтиын, А әрпі. Дұрыс. Үшінші Асия. Үшінші суретте Уақытлы әрпі. Дұрыс. Төртінші Нұрсұлу. Түлкі, Т әрпі. Дұрыс. Бесінші Аяжан. Бесіншісі Ақтышқан, А әрпі. Сонда қандай сөз шықты біздерде? Қалта. Жапырақша, қалта. Жапырақша, қалта. Келесі сұрағымыз бекіту. Мына жерде қыздар сөз жұмбақ құрастырылған. Мына жұмбақтарға жауап бере отырып, сөз жұмбақты шешеміз. Бірінші Дина. Тұт ағашын өрмелеп, жейтін дәмі жапырақ. Сілекейін көрмелеп, кермелеп, мата тоқыр жалтарақ. Дина. Жібек құрт. Дұрыс, Жібек жібек. Дұрыс. Екінші төрт түліктің рекеті түзде жүрер көксері. Аяжан. Қасқыр. Дұрыс. Ешбір бұйым тікпеген, үсті толған көктебен. Нұрсұлу. Кірпі. Дұрыс. Төртінші жапырақ жоқ бұтасында, қос емен өсіп тұр бір басында. Лала. Бұғы. Дұрыс. Бесінші мүйізінен таралған, жанға шипа дәр алған. Асия. Жауабы Марал. Дұрыс. Алтыншы жер қопарған тісімен, сескенесің түсінен. Нұрай. Абан, Дұрыс. Сегізінші қайырып басын тастаған, қайқайып қойды бастаған. Рахима. Қайшы. Дұрыс айтты ма қыздар? Иә. Дұрыс. Тоғызыншы кішкене ғана бойы бар, айналдырған тоны бар. Қанар қапта не болса бәрін жейтін ойы бар. Дина. Тышқан. Тышқан. Дұрыс. Келесі соның жалғасы. Қалтаға құрамыз, жұмбақтар шешеміз. Аяжан. Шаршамас кемпір көрдім жалғыз аяқ, аузына тістеп алған шиден таяқ. Жүрген сайын белбеуін қабаттайды, беріпті әсемдікті аямаяқ. Біріншісі ұршық. Ұршық, дұрыс. Екінші жіп жіңішке денесі, ортасында шегесі. Нұрсұлу. Арандаш. Дұрыс. Үшінші қолы бар, саусағы жоқ, мойны бар, басы жоқ. Лала. Ол не? Көйлек. Дұрыс. Төртінші қызып кетсе табаны, бар жалғызақ алаңы, бар жалғызақ шатағы, іздей басар матаны. Асия? Асия? Үтік, Жауабы. дұрыс.
Бесінші, үрлесең жеп жеңіл, елпілдеп кетеді, ұшырсаң көк теңбіл, бұлтқа да жетер. Нұрай? Шар. Шар, дұрыс. Жақсы құрыңдар қыздар. Сабағымыз аяқталуға жақын. Сіздерге үй тапсырмасын беремін. Үй тапсырмасы: бірінші сұрақ, жапырақшалы тілме қалталардың өңдеу сызбасын түсіру. Екінші, өңдеудің технологиялық картасын кесте түрінде орындау. Қыздар, мына жерде білім қоржынын көріп тұрсыңдар. Ол әдіс. Сіздер бүгін сабақтан қандай әсерде қалдыңыздар? Сабақ ұнады ма? Ойларыңыз, пікірлеріңізді жазу үшін мына қоржынды таңдап, Платонус бағдарламасында жібересіздер. Бүгін сабаққа да жақсы атсалыстыңыздар. Сабақтан алған бағаларыңыздың барлығы Платонус бағдарламасынан көре аласыздар. Бүгін енді сабағымыздың соңында біздің әлеуметтік серіктесіміз Алтын жұлдыз тігін өнеркәсібінің технологы Гаухар Меңліхан қызы сөз береміз ол кісіге. Сабағымызға деген пікірін, сіздерге деген тілегін тыңдаймыз. Сабақ өте керемет өтті. Үлкен сізге рахмет. Мен өте қуаныштымын. Тігін кәсіп өнерінде сіздерді күтемін. Я хочу вам пожелать процветания. Очень мне понравилась сегодняшняя конференция. Я вас жду в этом бизнесе. Хочу вам пожелать только вперед. Идите вперед, начинайте, ничего не бойтесь. Всего вам хорошего, большое вам спасибо. Рахмет сізге.